Мұсылман басшылары жайлы жалған деректер. Мағмун мен Яхия ибн Ақсам ішімдік ішті деген жалған деректер бар. Ол хикаяда Яхия бір кеште ішімдік ішіп, мас болып, Мағмун болса оны райхан гүлдерімен көміп тастапты. Яхия есін жиғанда кілең гүлдің арасынан оянып, былайша өлеңдетіпті. Уа, мырзам, барша адамдардың әмірі. Маған шарап құйып берген кісі зұлымдық қылды. Мен болсам айлакерге абайсыз болдым. Қара, ол ақылым мен дінімді алып қойды. Яхия ибн Ақсам мен Мағмун шарап ішпейтін, бар болғаны нәбис сусынын ішкен еді. Нәбис сусынын мас қылатын қасиеті болмаған соң ол арам саналмайтын. Олар ішімдіктен алыс жандар еді. Ал Яхия мен Мағмун арасындағы достық діндегі бауырлық қана еді. Олардың арасындағы достықтың ізгілікке құрылғаны жайлы көп хикаяларды келтіруге болады. Бір сапарда Мағмун халифа түнде қатты шөлдеп оянып, өзіне таяу жатқан Яхия ибн Ақсамды оятып алмас үшін, су құйған ыдысын өте баяу іздеп тауып, су ішкен екен. Содан кейін олар таңғы намазды бірге оқыған. Дін үшін болған достықта ішімдік ішу қайдан болсын? Бұдан бөлек, Яхия ибн Ақсамның есімі хадис ғылымына аса танымал еді. Имам Ахмад ибн Хамбал мен Исмаил Қази Яхия ибн Ақсамды хадис ғалымы ретінде мақтаған. Ал имам Тирмизи Яхиядан хадис риуаят қылған. Танымал ғалым Хафиз Миззи болса, Бухаридің хадис жинақтарынан басқа хадис кітаптарда Яхиядан риуаят етілген хадистер кездеседі деген. Сондықтан ғалым Яхияны жаман атты ету барша адамзатты орынсыз жамандаумен тең саналады. Ұятын жоғалтқан кейбір кісілер Яхияны тіпті оны жас бозбалаларға бейімдеп айыптаған. Мұндай айыптаулар ғұламаларға жабылған жала болғандықтан да Алла тағалаға жабылған жаламен тең. Бұлардың барлығы дін дұшпандары тарапынан жала жабу үшін ойдан шығарған сөздері ғана. Бұндай жалған деректер Яхия ибн Ақсамның парасат кемелдігі мен халифа арасындағы достығына деген қызғаныштан туған. Оның діндарлығы, құдайшылдығы, білімдегі дәрежедесі мұндай айыптаулардан пәк. Имам Ахмад отырған жерде Яхия жайлы жала айтылып жатқанда, ол Сүбханалла, Сүбханалла. Бұл сөздерді кім айтыпты деп жала жабушының сөзін тоқтатып тастаған. Сосын айтылған жалған сөздерге қарсы жауап қайтарған. Ғалым Исмаил Қазиға Яхия жайлы жалған сөздер айтыла бастағанда Яхияның білімін мақтап, ол жалғаншылар мен қызғаныш иелерінің жалған сөздерінен Алладан пана сұраймын. Мен оның сырларын білетін адаммын, оны Алладан өте қатты қорқатын адам деп танимын. Оның біраз әзілкештік әдеті бар. Алайда ол жақсы көркем мінез иесі. Басқалар оған не деп жала жапса да өздері білет деп жауап берген. Белгілі ғалым Ибн Хиббан Яхия ибн Ақсамды сиха, сенімді тұлға санап, ол жайлы, ол туралы айтылған айыптау сөздерге мән берме, ондай сөздердің барлығы жалған деп айтқан. Жалған хикаялардың тағы бірі Ихдул Фарид атты кітапта Мағмунның Хасан қызы Буранға үйлену жайлы замбил қиссалары баяндалады. Хикаяда бір күні түнделетіп Мағмун Бағдат шаһарының көшелерін серуендеп жүріп, бір үйдің алдында жібек пен атластан тоқылған арқандармен төмен түсіріле жасалған бір үлкендеу себетті көреді. Ол себетке отырып жібек арқанды тартса, себет жоғарылай көтеріліп оны ғажайып сән салтанатты көздің жауын алатын, адамның есінен тандырып еріксіз таң қалдыратын бір үйге алып келеді. Түрлі түсті перделердің артынан жарқын жүзді, сүйкімді, ерекше тәтті қылықты әйел шығып күліп қарсы алады. Мағмун онымен сәлемдесіп түні бойы шарап ішіп әңгіме дүкен құрады. Таң атқанда ол өзінің сарайына қайтады. Бұл оқиғадан соң ол қызға ғашық болып, әкесіне айтып қызға құда түсу үшін хабаршы жібереді. Бір қарағанда бұл өте әсерлі әңгіме.
Алайда Мағмунның баршаға белгілі діндарлығы мен білімдегі мәртебесі, ардақты аталар мен әділетті 4 халифалардың өмір жолына еліктеуі, ғұламалар мен ғылми ортада пікір алмасуы, құлшылық ғибадатқа бекем болып, әрбір іс барысында Алла белгіленген шектерден аспайтын халифа қайда, мынау қиялдан шыққан хикая қайда. Оны түнде көшелерде сауық құрып, ішімдік ішіп отырған етіп суреттеу қалайша ақиқатқа жақын болсын. Бұл хикая Хасан ибн Сахл қызының пәк бейнесіне қалайша сай келсін. Өкінішке орай кейбір тарихшылардың еңбектерінде осындай жалған хикаялар ұшырасады. Мұндай жалған оқиғаларды ойдан шығарып көпшілік арасына тарату тыйым салынған арам іс саналады. Себебі, мұндай жалған әңгімелер адамдардың нәпсісіне ләззат сыйлап, түрлі теріс ойларға жетелеп, қоғам өкілдері арасында керағар пікірлер қалыптастырып, басқалардың абыройына дақ түсіреді. Адамдар өздерінің нәпсілі қалаулары мен еріктерін ақтау үшін, өздері жасаған пенделік қателерін ақтау үшін, осындай жалған ақпаратты уәж етіп келтіреді. Олар мұндай жалған әңгімелерді арнайы іздеп жүреді. Егер іздегенін өте нашар, дерексіз еңбектен тапса да өте белсенділікпен насихаттауға асығады.